Достар, Майқазақ парақшасы өздеріңізге белгілі рухани ағартушылық парақша. Онда біраз қазақи салт-дәстүр, діни, рухани бағытта біраз қызмет етіп келеміз. Ендіге біздің сіздермен жаңа бір рубрика ашып отырмыз. Ол жаңағы қару-жарақ және аңшылық саласында. Қазақ тілі контенті аңшылық саласында және де мылтық қару-жарақ саласында жоқтың қасы десек болады. Бүгінгі біздің алғашқы мылтығымыз бұл Blazer фирмасының мылтығы. Бұл Blazer'дің ішінде R8 деп R8 моделі, бірақ тюнинг жасалған мылтық. Әуелі айтайын дегенім, бұл 6.5-55 деген калибрлы мылтық. Жаңа қазіргі заманда өте аңшылардың арасында көп тараған калибрдің бірі. Әлбетте, әр мылтықтың үстінде бір оптиканы сақтайтын чехолдар болу керек. Осындай чехол бұл сіздің оптикаңызды сақтайтын. Мұндағы оптика бұл Swarovski'нің ішіндегі Z8i, яғни Z8i дегеніміз. Бұнда глушитель тұр. Глушитель, яғни дауысты шартпайтын құрал. Бұл құрал бұралып, алдына құрал салынады. Өзінің резьбасы бар. Бізде Қазақстанда бұнымен аңшылық жасауға болмайды, бірақ сіз бұнымен тир атып, көздеген бір межені көздеп атсаңыз болады. Мұндағы R8 Blazer'де қалғаны тек қана мынау орысша айтқанда ствол, қазақша ұңғы. Жалпы Blazer'дің айырмашылығы мынау стволды ұңғыны ауыстыра берсеңіз болады. Мынау личинкасы ауыстыру арқылы сіз калибрде ауыстыра бересіз. Мысалы, біздің Қазақстан Республикасы заң бойынша әрбір қазақстандық азамат өзіне 2 нарезной дейді ғой, жаңағы ішінде нарезі бар 2 мылтық ала алады. Ал егер сіз Blazer мылтығын алатын болсаңыз, онда сіз тек қана ұңғыны стволды ауыстыру арқылы сіз 2-ден көп мылтық санын көбейте аласыз. Бір жақсы жері басқа мылтықтан айырмашылығы, бұнда ату, оқ салу жүйесі бәрі бірге. Басқа мылтықтарды, және балтабек мылтықтарды, мысалы, осыны ату жүйесі болатын болса, магазині мына жерде оқ салады, яғни бір 8-10 сантиметрдей орын алады ұзындықта. Ал Blazer'де сіз осының бәрі бір жүйеде болады. Әуелі запор саламыз. Сосын ату жүйесі мен магазин жүйесін саламыз. Және де тағы бір R8-дің айырмашылығы бұл тікелей затвордың жүйесі. Тікелей. Балтабектерді битіп ашып жалынатса, бұл тікелей салынады. Қайт тартқан кезіңізде оқ шығады. Көрдіңіздер ме? Басқа мылтықтарда мұндай жүйе жоқ. Бұл R8 және Blazer'дің өзінің бір айырмашылығы. Blazer'дің R93 деген тағы да басқа модельдері бар. Ал енді қандай тюнинг жасалды десе, мынау астындағы ложа дейді. Ложа ресейден арнайы заказ беріліп алынған дүние. Онда карбоновый шика дейді, жаққа қойылатын дүние. Көрдіңіздер ме? Ең ыңғайлысы сіз өзіңіздің деңгейіңізге қарай, бетіңізді қоятын деңгейді сіз мынау өлшем бірлігімен осы 2 блоктың арқасында сіз оңай жоғары төмен қоя аласыз. Одан бөліп кейбір адамның иығына байланысты жоғары төмен қоя аласыз. Бір кнопканы басасыз, төмен жоғары, мысалы жоғары жақтан болып қалады, төмен жақтан бір көзеу керек болып қалады. Көрдіңіздер ме, қандай ыңғайлы. Бірақ күймені басасыз, сонымен кетіріп алды болады. Карбоновый пистолетовый рукоятка. Және де қарасаңыз, бұл жиналмалы конструкциясы бар. Сол кезде мылтығыңыз жиналмалы түрде бір осындай болады. Blazer'дің тағы бір айырмашылығы, құрметті достар, мынау быстросъемный жаңағы
оптиканы сіз лезде шешіп ала аласыз. Қараңыздар. Вуаля. Және де сіз қайттан осы оптиканы қайттан орнына салған кезде ешқандай пристрелка жасамайсыз. Өзінің қалай атылып тұрды, сол деңгейде қайттан орнына саламыз. Қараңыздар достар. Оп оңай. Екі шүтпені, екі болтты былай қойасыз да тартып жүресіз. Болт шықпайды. Сөзі сіз қайттан пристрелка жасамайсыз. Мысалы сізде мысалы мендегідей 6-5-55 болса, одан кейін 380, 308, 300 жаңағы калибрлы болатын болса, и оның өзінің бөлек оптикасы болса, осылай жеңіл алып сала бересіз. Және де әрбір сапарға шыққан кезде бұның өзі оңай шешіп алып, оңай салып бересіз. Одан кейін онда қойылған жаңа айтқандай дауыс шығармайтын глушитель. Бұл жаңағы тер атсаңыз, бір мәжеге атсаңыз, құлағыңызға зиян келтірмейді. Аңшылықта қолдануға болмайды. Одан кейін американдық бұл фирманың жақсы мынау глуштар софт деп аталып, яғни аяқ тірегіштер. Бұнда бұның бір жақсы жері андай оңай әрі жылдам шығады, қойылады, және бұл плавающий головкасымен дейді, яғни былай ары-бері қозғалады. Мынау шеканы дұрыстап қойғаннан кейін уровень болу керек. Бұл уровень қисық жерлерде сізге түзу атуға өте жақсы қолайлы жәрдем береді. Жалпы бұл мылтықтың бағасы жөнінде келетін болсақ, әртүрлі бағада, өйткені мынау астында айтқан ложа, Санкт-Петербургтен заказ берген оптикасы бар, жаңағы магазин жүйесі мен шүртпе жүйесі, затвор жүйесі, банкасы болсын, жаңағы дауыс шығармайтын сошкасы болсын, аяғы. Бұл әрқайсысы өз бір бөлек бағасы тұрады. Егер қызық болса жазыңыздар, қай жерде сатылатынын біз айтып береміз, қаншалықты қымбат не арзан екен өздеріңізбен бөлісіп отырамыз. Осындай достар, кішігірім бір көрсетілім. Егерде қызық болса лайк басыңыздар. Бірінші түсірілім болғаннан кейін біраз кемшіліктер болып жатады, бірақ біз оған оймаймыз. Ойлайық, тағы да алдағы уақытта басқа да мылтықтармен, басқа да аңшылық лайфхактармен сіздермен бөлісеміз. Керек нәрсе жазыңыздар. Өздеріңіздің мылтықтарыңыз болса, болмаса өздеріңіздің тәжірибелеріңіз болса, бірге бөлісуге дайынбыз.